Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз 20 ғасыр тіл білімі. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, сөздер мен заттар. Екінші, эстетизм. Үшінші, неолингвизм. Қазіргі заман тіл білімінде жас грамматистерге қарсы түрлі лингвистикалық мектептер қалыптасты. Сөздер мен заттар, эстетизм, неолингвизм. Жас грамматизмді сынауда бұлардың өкілдері бірауызды болғанмен, тілдің өзіндік сипатын, мәнін айқындауға келгенде түрлі көзқараста болды. Сөздер мен заттар мектебінің атауы Мерингер журналының атауымен сай келеді. Көрнекті өкілі Гуго Шухарт. Бұл мектептің өкілдері зат пен оның атау арасындағы қарым-қатынасқа ерекше мән береді. Олар тілдегі әр сөздің өзіндік тарихы бар. Оны тек лингвистикалық талдау арқылы ғана емес, зат тарихы арқылы да зерттеуге болады дейді. Шухарт тілдерді туыстық жақындықтарына қарай жіктеудің дәлдігіне ата тіл болды дегенге күмән келтіреді. Генеалогиялық классификациялау орнына тілдерді географиялық ыңғайына қарай қарауды ұсынады. Дүние жүзіндегі тілдердің барлығы өзара туыстас, бірақ олардың туыстастығы бір төркіннен ата тілден тарағандықтан емес, араласып тоғысқандықтан дейді. Ғалым фонетикалық заң туралы деген мақаласында жас грамматистердің тілде бұлжымайтын фонетикалық заң бар дейтін қағидасына қарсы шығады. Бір қатар мәселеде бұл мектеп өкілдері индивидуалистік психологизм ағымдағылармен пікірлес болды. Олар тіл жеке сөйлеушінің жемісі, индивидумның тұрмыс жағдайы, мінез құлқы, жасы тілге әсерін тигізеді. Сөздер тарихы сол сөздерді қолданушы индивидумдар тарихы дейді. Эстетизм мектебінің көрнекті өкілі Карл Фослер. Мектептің бұлай аталу себебі оның өкілдері тіл эстетикалық тұлға, тіл ғылымы эстетиканың бір саласы дейді. Тіл жөніндегі зерттеу эстетикадан басталып, эстетикамен аяқталады деп түсінеді. Бұл мектеп кейде неофилология деп те аталады. Фослер өзінің эстетикалық концепциясын негіздеуде идеалистік философиямен өз дәуірінің атақты ғалымдары Гумбольдт пен Штейнталь еңбектеріне сүйенген. Гумбольдт ізімен Фослерде тіл рухтың көрінісі. Тілдің даму заңын рухтан бөліп алуға болмайды. Қайта соның әрекет ретінде зерттеу керек. Тіл шығармашылық туынды. Шығармашылық болғандықтан тілде эстетиканың қарауына жатады. Эстетистер тіл білімін эстетикаға, стилистика арқылы жатқызады. Олар индивидум стилін, стилистиканы зерттейді дейді. Бұл мектептің эстетизмі индивидуализммен ұштасқандықтан кейде оны эстетикалық индивидуализм деп те атайды. Эстетистер тілдің қоғамдық мәнін ескермейді. Осыған орай қанша индивидум болса, сонша стиль бар. Жалпы халықтық, диалектілік тілдер деген өмірде жоқ. Тілдің жалпылық мәнін өзі индивидуалдық тілдің жай жиынтығы деп қарайды. Эстетистер жас грамматистерді, позитивистерді айыптағанда, оларға қоятын басты кінәсі сендер тілдік элементтер арасындағы себептестік қатынасты ескермей, тек тілдік фактілерді көбейтуге, оларды бір-бірімен байланыссыз бөлек-бөлек сипаттауға әуестенесіңдер. Тіл білімі үшін маңыздысы олардың арасындағы себептестік қатынасты айқындау дейді. Неолингвистика деген атауды бұл мектеп өкілдері өздерін жас грамматизм бағытынан бөлек лингвист етіп көрсету үшін қолданған. Ол Италияда қалыптасты. Өкілдері Бартоли, Джулиано Бонфанте, Пизани тағы басқалар. Неолингвизм бір-біріне үйлесе қоймайтын, әртүрлі көзқарастағы ғалымдардың Гумбольдт, Шухарт, Фослер, Паульдердің қағидаларына сүйенеді. Сондықтан бұл мектеп кейде
эклектикалық неолингвизм деп те аталады. Неолингвизмнің тілдердің географиялық орнына шешуші мән бергендіктеріне қарап, кейде оны ареалдық лингвистика деп те атайды. Оның өкілдерінің табысы лингвистикалық география ілімінің қағидаларын айқындап, жетілдіріп, оны тіл біліміне ендіріп таратты. Жас грамматистер тілді бір ғана диахронды тұрғыда зерттесе, неолингвистер оны синхрондық тұрғыда да қарастырады. Неолингвистер сөйлеу тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеуге ерекше мән береді. Оның басты кемшілігі тілдің жүйелік, құрылымдық сипатына жеткілікті мән бермей, экстралингвистикалық мәселелерге көңіл бөліп, тіл өміріндегі индивидумдар рөлін асыра бағалаулары